Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған іс-шаралар еліміздің түкпір-түкпірінде өткізілуде. Айтулы оқиғаға университетіміздің Шаңырақ жастар театрда үлкен үлес қосты. Студенттерден құралған театр қаңтар айының 20 жұлдызында Мұхтар Әуезовтің Абай спектаклін көрерменге ұсынды. Ойнап шығар образды зерттеп, оның іс-қимылдарын ой елегінен өткізіп, сөйлеу мәнерінде айнытпай көрсету шынайы таланттың ғана қолынан келеді. Ахаң атындағы Қара Шаңырақтың студент жастары Абай спектакліндегі әрбір кейіпкерді шынайы көрсетіп, келген көрерменді сендіре білді. Талантты студенттерді бір сахнаға біріктіріп, әрқайсының өнеріне ерекше көңіл бөліп, қанаттарын қатайтып жүрген театр жетекшісі Айсәуле Әбдеш қызының еңбегі ерен. Наш девиз был: самое главное, чтобы молодежь наша не делилась на на старший, на младший. Мы, каждый студент, каждый молодой парень, наш молодежь должен чувствовать, что он член нашего общества, он родина их один Казахстан. Тарихи қойылымды тамашалауға келген көрермендердің қатарында ардагерлер, құрметті қонақтар, университет ұжымы мен студенттер және театрдың алғашқы түлектерінің бірі 15 жыл бұрын КМУ сахнасында Томирис рөлін сомдаған белгілі журналист Махаббат Есен де болды. Талантты ару бүгінде медиа дамыту қорының жетекшісі. Спектакль «Абай» – это действительно актуальнейшее произведение во все времена, где показаны все взаимоотношения между родными и близкими, между конкурирующими людьми, лидерами. И сегодня, конечно, я получила неизгладимое впечатление. Я, честно говоря, даже разволновалась, потому что сама когда-то 15 лет назад играла в этом же театре и не менее сильные роли и в пьесе Тахауи Ахтанова «Кутпигенгестису» и исполняла главную роль Томирис. И сегодня все это прошло мне перед глазами, конечно. Я думаю, сейчас актеры и студенты даже не понимают, какой ярчайший период жизни они проживают в стенах Кустанайского госуниверситета. Более того, мне кажется, имя Ахмета Байтурсынова не менее значимо оказывает свое идеологическое влияние на этот университет, потому что когда ты понимаешь, чье имя носит этот вуз, какой был это просветитель, какой это был человек, какой это был патриот, это вдохновляет. Ровно так же, как и вдохновляет все работы Айсауле Есенбековой. Наш уважаемый, наш самый милый режиссер, неутомимо из года в год облагораживает нашу нацию, облагораживает и окультуривает всех нас, студентов, тем самым воспитывает новую плеяду казахской интеллигенции. Бүгінгі Абай қойылымның сәтті шығуы қоюшы режиссер мен шәкірттерінің тынымсыз еңбегінің нәтижесі. Студенттердің барлығы дерлік өз образдарын әдемі алып шықты. Олар әртүрлі мамандықтардың студенттері. Бірі болашақ психолог, бірі ветеринар болса, енді бірі болашақ инженерлер. Өнерді бағалап, тарихымызды құрметтеген жас ұрпақтың ешқашан артта қалмасы анық. Аталар өсиетін, бабалар мұрасын сақтап, көптің санасына ой салған ұлы тұлғаларымызды ұлықтау бәрімізге ортақ міндет.